Қайырлы күн достар, сіздермен Назым. Өте оңай әрі дәмді болып шығатын кекстің рецептімен бөлісемін. Менімен соңына дейін болыңыздар. 280 грамм ұнға бір шай қасық қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілу керек. 4 жұмыртқаға 100 грамм қант және де бір шай қасық ванильді қантты қосып, жақсылап миксерлейміз шамамен 5 минуттай. Дәмін реттеу үшін кішкене ғана тұз, 100 грамм ертілген сары май және де 200 грамм бөлме температурасындағы айранды қосып, миксермен 1-2 минуттай араластырамыз. Айран егерде холодильникте тұрған болса, микроволновкаға салып, кішкене жылытып алсаңыздар болады. Енді массамызға електен өткізіліп, қопсытқыш қосылған ұнды салып, ұн жан-жаққа шашырап кетпес үшін алдымен видеода көрсетілгендей миксерді қоспай араластырып, кейін миксерді қосып, шамамен 1-2 минут бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осындай консистенцияда болуы керек. Енді үстіне жуып кептірілген мейізді қосып араластырамыз. Мейіздің орнына өздеріңіз жақсы көретін кептірілген өрік немесе басқада жемістерді қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Енді массаны формаға құямыз. Егерде формаңыз менікі сияқты силиконды болатын болса, май жақпай-ақ бірден массаны құя бересіздер. Егерде силиконды емес, басқа форма болатын болса, онда кішкене сұйық май немесе ертілген сары майды жағып жіберіңіздер, асты жабысып қалмас үшін. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сол себепті өздеріңізге қарайсыздар. Кекс дайын болды достар, өте әдемі болып шықты. 10 минутқа қойып қоямыз, ыстығы басылғанша. Ыстығы басылды, енді формадан алып, қант ұнтағын сеуіп, әдемілік үшін суыған күтпей-ақ бірден жей беруге болады. Достар, бұл кекс бір жасағаннан өте күшті болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Осы рецептпен жасауға кеңес етемін. Бір жасап көрсеңіздер, үнемі жасағыларыңыз келеді. Дәмі деген енді өте күшті болып шығады. Бәріне ұнайды, әсіресе балаларға. Сіздермен болған Назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Менің каналымда басқада татты тағамдардың, ыстық тағамдардың, салаттардың және де басқа өте дәмді, ерекше болып шығатын тағамдардың рецептері бар. Қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Көп рахмет.